Сәлем достар, сіздермен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде жаңа видео шықты, және бұл жаңа сериал, яғни бұл өгей ана деп аталады. Достар, ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бізде әлі де көптеген кейіпкерлер болады. Но енді бізде басты кейіпкер Анель, олардағы ата-анасы болады. Ал біз киномызды Сәлем менің оқырмандарым. Менің атым Анель. Менің Ақмарал есімді анам бар. Ол өте қатал, маған өте қатты ұрсады. Не істеп отырсың? Сабақ оқып. Не ана камераны ұстап отырсың? Сабақ оқысайшы бар. Қосан сабақтан 4 ал, жанын шығарамын, ісімсемен болады. Сосын әр жерді жина. Жарайды. Көрімсірмей жүрші. Міне көрдіңіздер ме, менің анам осылай ұрсады. Жарайды, мен сабағымды оқиын. Так, мына жерде ой, достар, кешірім сұраймын. Так, мына жерде x квадрат болады. Тең 30. Болды. Жаздым. Енді барып ана жерде жинайын. Мына жақта ешқай жері шашылмайды. Жақсы болды ғой. Тек онда мына жерді сыпырып жіберемін. Жарайды. Онда мен нелерді ала берейін. Так, мен бірінші плюс ұстап алайын. И потом убырклеймін. Мен барлық жерлерді болды. Менді пұлдан жуып шығамын. Так, мынаны бірінші жер қоямын. Енді жуа берейін. Все, барлық жерді жудым. Енді заттарды қоя берейін. Достар, менің даусым шықпай тұрса, ренжімеңіздер. Так, бізде камераны қосайын. Достар, айтпеңіздер. Мен енді үйді жинап кеттім. Айтпақшы, мен сіздерге бірдеңе айтайын. Мен ата-әжемнің үйіне барғанда қалаймын. Менің демалыс болғанда ата-әжемнің үйіне сразу кетемін. Сол жақта 100 күн қаламын. Сондықтан да мен жазды асыға күтемін. Бірақ 24 май болып қалды. Сондықтан да мен баруым мүмкін ертең. Егер барып жатсам, обязательно мен видеоға түсіріп жіберемін сіздерге. Жарайды. Мен ата-әжемнің үйіне барсам, бірақ мені жібермесе. Жарайды. Бір кішкене демалып алайын. Сәл де болса да. Достар, жақтағы дауысқа мән бер. Не істеп жатырсың, ау? Ей, тұрсашы, Анель, тұрсашы, ит жинадың ба? Не болды? Иті жинадың ба деймін саған? Я жинадым. Қалай жинадың, таптаса қалдың ба? Я полды жудым. Жарайды. Айтпақшы, сен бүгін ата-әжеңнің үйіне ертең барасың, жарай ма? Қанша күнге? 100 күнге ғой. 100 күнге. Рахмет, жарайды. Жақсы. Айтпақшы, оны тамаққа кел, жарай ма? Сосын ыдыстар жу. Мен сондай қатты қуаныштымын. Ата-әжемнің үйіне баратын болдым, наконец-то. Жарайды, мен заттарымды орналастыра берейін. То есть заттарымды шығара берейін. Енді бұл менің чемоданым, мен заттарымды қоятын. Достар, кешірім сұраймын. Так, мына киімді аламын, бұл маған өте жарасады. Суық болса осыны киемін. Мені кітап оқығанды жақсы көретін болғасын. Мына заттарымды аламын. Мысалы, сиямай, бұл сиямайды. Мына заттарым салдым. Енді кітапқа салайын.
Мен заттарым дайын, нанды қойып қоямын. Аниель, тамаққа кел. Жарайды. Анашың қандай тамақ? Ой, жей берсейші, нен бар? Айтпақшы қызым, ертең сен таң азанда бірге ауылға кетеміз. Естідің бе, мамаң айтты ма? Иә, айтты ғой. Жарайды. Ас болсын. Жақсы. Чай дәмді екен. Қандай шай өзі? Күнде ішіп жүрмін шынымен де. Ой, апамның шайы ғой. Жарайды, мен кеттім, дем аламын. Жер. Папа, мені күтіші. Жарайды, жүр балам. Ой, не қуанып отырсың? Шынасай мына жерді. Мен кеттім. Сосын ертерек ұйықта. Азанда таң атпай ауылға кетеміз. Қыз, түсіндің ба? Ауылдан басың айналып отыр ғой, ауыл байлар. Мен өте қатты қуанып тұрмын, өйткені мен ауылға ертең барамын. Бірақ мына жер жинайын. Әрине, біз осылай ыдыстарды қойып қоямыз, сондықтан да мен кеттім. Мен ерте ұйықтаймын. Маған қайырлы түн.